Қайырлы күн. Жасау алғысы кеп қызығып жүрген қыз келіншектер. Маған көп сұрақтар қойылады, комментарийға жазылады, дайректке жазылады. Қараңыздар, бір қыздың жасауына не кіреді деп. Бізде мынау бір Майра деген келіншектің заказы. Мынау тұрған құда көрпесі, 2 жастығымен, 2 көрпеше, 2 жастық. Бұл бір адамның таңдауы. Мынау жамылатын 2 кісілік көрпе. Бұл да құдаға арналған. Енді құдайыңдай сыйла деген қазақпыз ғой. Міне қараңыздар, бірақ әркім өзі біледі. Бұл кісі осылай шешті, осылай таңдады. Мынау құдаға 2 көрпе, 2 жастық, 1 жамылатын көрпе. Мынау қызға 5 көрпеше, 4 мынандай сопақша жастық, 50-ге 70, 2 мынандай конфет жастығы. Бұл қыздың жасауы. Мынау жамылатын махаббат көрпесі 2 кісілік 2 жастығымен, 2 кісілік тағы бір түрінен алды. Бұл ауыстырып қолданғанға. Мынау ақ түрінен алды, одан кейін мынандай изумрудный түрінен алды, бирюза. Сосын мынандай күйеу көрпе деген бар екен ол кісілердің заңында. Әр облыс әртүрлі алады деп сол үшін айтам. Мен сіздер бізде жоқ деген әңгімені айтасыздар. Қараңыздар, мынау сол кісінің таңдауы, күйеу көрпесі. Анда тұрған қыздың көрпесі серый болса, мынау көрпе сол үйде